Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біздер осындай қазіргі кезде хит болып жатырған рулеттерді дайындап көретін боламыз. Өте оңай дайындалады, шын мәнісінде өте дәмді болып шығады. Менімен бірге дайындаңыздар. Қажетті ингредиенттер: 3 жұмыртқа, теркадан өткізілген сыр және де морковь қажет болады. Морковьті ең алдымен осылай терканың ең үлкен түстерінен өткізіп аламыз. Енді қызып тұрған табамызға сұйық май саламыз және де кішкене сливочный май саламыз. Осылай ертіп аламыз да үстіне теркадан өткізілген морковьтарымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Газдың оттын орташаға қоямыз және де 1-2 минут жақсылап қуырып аламыз. 1-2 минут қуырып алғаннан кейін оттың астын азайтамыз, ең азына қойып, крышкасын жауып, жақсылап бұқтырамыз. Бұқтырып қойған кезде міндетті түрде қаппағын ашып, қайта-қайта араластырып тұрыңыздар, себебі морковьтарымыздың асты күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан да жақсылап араластырыңыздар. Осылай бірнеше қайталауымыз керек. Қаппағын жауып қойып, міндетті түрде жақсылап бұқтырыңыздар. Міне қараңыздар, майды өте көп құюдың қажеті жоқ. Осылай лопаткамен істегенде сковородкамыз тым құрғақ және тым майлы болмауы қажет. Міне қараңыздар, мен жақсылап уже бұқтырып алдым. Міне морковьтарымыз осындай состояниеде тұру керек. Енді оны басқа ыдысқа салып, суытып қоямыз. Ал морковьтарымыз суып жатырған кезде біздер қазір жұмыртқаларды ағы мен сарысынан бөлетін боламыз. Жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратқаннан кейін сарысын бөлек алып қоямыз да жұмыртқаның ағуызын жақсылап миксерлейміз. Міне қараңыздар, миксерде осылай ағуыз қалып қою керек. Өз формасын жақсылап ұстауы қажет. Енді морковьтарымызға кішкене тұз және бұрыш салып жақсылап араластырып аламыз. Және араластырып болғаннан кейін миксерлеген жұмыртқаның ағуызын біртіндеп осы морковьқа салып араластырамыз. Енді противенімізге пергамент қағазын төсейміз және де сол пергамент қағазына осы морковьтарымызды салып, 4 бұрышты формасын беретін боламыз. Бірақ алдымен пергамент қағазына май жағып алыңыздар, сол кезде сіздің рулеттеріңіз жабыспайтын болады. Рулетіміздің қалыңдығын тым қалың немесе тым жұқа етіп жібермеңіздер, орташа етіп жайыңыздар. Енді 180 градуста қызып тұрған духовкамызға 10-15 минут аралығында жібереміз. Әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан да әртүрлі уақытта піседі. Менде 7 минутта пісті. Ендігі кезекте начинкасын жасайтын боламыз. Ол үшін терканың кішкентай тұсынан өтіп тұрған сырымызды ыдысқа саламыз. Оның үстіне жұмыртқаның сарыуызын саламыз. 3 жұмыртқаның сарыуызы бізде жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне кішкене майонез қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Міне майонез қостым, енді араластырып жатырмын. Енді үстіне укроп қосамыз. Укроптың орнына өзіңіз қалаған специяны қолдануға болады, немесе чеснокты қолдануға болады, сарымсақты. Тоже өте дәмді болады. Осылай жақсылап араластырамыз да духовкадан алынған морковьтың үстіне саламыз. Жақсылап оны да тегістеп жайып шығамыз. Жайып жатырған кезде көп шет жағына жақындатпаңыздар, себебі ол еріп жан жағына ағып кетуі мүмкін. Міне қараңыздар, морковьіміз духовкадан шыққаннан кейін ысы болғандықтан сырымыз жақсы болып еріді. Енді бұны тағы да духовкаға жібереміз 5 минутқа. Біздің начинкада сырмен бірге жұмыртқаның сарыуызы болғандықтан духовкаға салған кезде ол піседі. Егер сіздердің де рулеттеріңіз менікі сияқты пергамент қағазына жабысып қалған болса, осылай пышақпен жан-жағын көтеріп,
осылай пергамент қағазын осылай көтеріп айналдырып ораңыздар. Сол кезде өте ыңғайлы. Менің қатемді қайталамаңыздар, сондықтан да пергамент қағазына рулетті салардың алдында май жағып алыңыздар. Енді столдың үстіне пищевой пленка жайып аламыз да, соның үстіне рулетімізді саламыз. Шовын міндетті түрде астына қаратып қойыңыздар. Мен ораған кезде астына қаратып қойдым. Қазір ол үстіне қарап тұр. Пищевая пленкамен жақсылап тұрып ораңыздар. Себебі морковьтың кішкене майы бөліну мүмкін. Сондықтан да майы ағып кетпеу үшін пищевая пленкамен жақсылап ораңыздар. Енді рулетімізді холодильникке 2-3 сағатқа міндетті түрде салып қоюымыз қажет. Содан кейін кесіп столға бере берсеңіздер болады. Міне қараңыздар, кескенде өте нәзік, өте жұмсақ болып кесіледі. Шын мәнісінде өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, шын мәнісінде өте дәмді болып шығады. Оның үстінде қазіргі кезде хит болып жатырған тағам, сондықтан да қонақ келсе міндетті түрде столға жасаңыздар. Ал егер сіздерге бұл рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Себебі алдағы уақытта тағы да осындай хит тағамдар шығатын болады.